Kur'anda немесе хадисте харрама захаба листеде алтынды харам қылды, вал харира және хадисте жібекті харам қылды. Кімге? Аля зукурул уммати, үмметтің ер азаматтарына. Үмметтің ер азаматтары үшін алтын мен жібек мата харам дейді. Бела қайдин, бірақ бұл үлкен болу керек, жас болу керек деп ешқандай шектеген жоқ деп жатыр. Ер азамат үмбеттің еркегісің болды, саған кішкентай бол, үлкен бол, ата бол, қарт бол, алтын мен не жібек сізге харам деп жатыр. Ол исму күнә дейді. Егер кішкентай балаға алтын киіп жүрген болса, кішкентай бала, немесе кішкентай бала жібек киім киіп жүрген болса, оның күнәсі ол исму аля мен албасахум. Оларды киіндіріп қойған кісінің мойнында дейді. Кім киіндіріп қойса ата-анасы, онда күнә кішкентай балада емес, ата-анасының мойнында екен. Лианнана умирна би хифзихим. Өйткені біз кішкентай балаларды қорғауға, сақтауға бұйырылғанбыз. Жақсы? Ва каза юкраху лил вали. Сол секілді кішкентай баланың әке шешесіне макрух болады дейді. Не макрух болады? Илбасул халхал. Яғни аяқтың андай аяққа киетін не дейміз? Шылдырмақ дейміз ба? Жалпы бізде халхал жоқ негізінде. Мысалға, индиялық киноларда бәлки әйел азаматтар билеген кезде киноларда көреміз ғой бәлки. Аяғына сылдырлап бірдеңе байлап алады ғой. Осы нәрселерді жеп әйел азаматтар негізі кезінде арабтарда да бар, Аллаху алам, аяғына не байлап алады? Сондай бір шылдырлауық дейді ғой. Қоңырау байлап алады екен. Неге ана жүргенге естісін қарасын деген секілді нәрсемен. Осыны байлап алу болмайды ғой. Осыны байлап алу болмаған секілді кішкентай балаға да аяғына байлақ қоюға бұл да болмайды. Бұл да макрух болып табылады дейді. Жақсы ма? Хал деген аяқтың білезігін, өйткені бұл кімдер тағат бұны? Қыз балдар тағат. Қыз балдар тағат нәрсені ер балаға тағып қою бұл макрух екен. Жақсы ма? Өте жақсы. Ауиссиуари лиссаби дейді. Сол секілді кішкентай балаға білезік тағып қою макрух дейді. Білезік. Ер балаға қыз баланың білезігін тағып қою макрух. Неге? Лианнаху мин зинатин ниса. Өйткені ол әйел азаматтың әшекейінен болып табылады дейді.